Мен оны судың тамшыларынан қызғанып жүрсем, ол қыз жаңбырдың астында қыдырған жақсы көреді екен. Бүгінгі Uname айдарының жұлдызды қонағы актриса 91 тобының клиптарына, сериалына түскен қыз Тамирис Ибраха. Жалпы Тамирис, көңіл-күй қалай жеттіңіз? Бәрі жақсы ма? Керемет, жақсы. Бәрі жақсы, рахмет. Дайынсыз ғой жігіттердің жылы сөздеріне, ыстық ықыластарына, лебіздеріне? Негізі мен кез келген комплимент айтсам, мен ұялып қала берем, короче. Демек, кез келген комплимент сізге ұнай ма? Иә, ұнайды. Бірақ бүгін максималды объективті түрде сынауға тырысам. Онда 65-тардың подкасттарына дайын болыңыз. Сонымен Uname айдары қонақта Тамирис Ибраха. Жігіттер, бастайық. Эльдар. Менде Тамирис подкаст емес, сұрақ. Әдем болып жүрден басқа неме айналысасың? Жауап бергісі келгенше. Сонымен. Көрейік тағы да. Ұнады, Эльдар. Жалғастырамыз ба, Нұрсұлтан? Тамирис ханым, сіздің бойыңыздан Тамиристің батырлығы ғана емес, сұлулығын да көріп тұрмын. Рахмет, рахмет. Ұнады, я. Ұнады, Нұрекен қалды. Есет. Тамирис, мынандай сұлулығың үшін кімге пара бердің? Мен қателесем, бұндай сұлулықты ақшаға сатып алу мүмкін емес. Пойдет. Болады, иә. Болады. Қалды. Мен дайындалып келгенде пойдет деді. Хорошо? Жалғастырайық, Елжан. Бәрі мен қыздарым деп. Міне өйтім. Тамирис, балдардың бәрі саған сұлусың деп атыр. Сенің ақылды екенді тек мен байқадым ба не сонда? Иә, болады енді. Білмеймін енді жүш. Әзірге кішкене... Ақылды деп тұрмын, қара. Әзірге кішкене кете тұр дейді. Болады қалдырға әзірге. Елжан қалды. Азамат. Тамирис, мен үнемі түнгісін далаға шығып, жұлдыздарды қарап, орында тұрма, бақылайым. Кеше бір жұлдыз таба алмай қалдым, сөйтсем ол міне тұркен ғой. Жақсы. Өте жақсы. Азамат қалды. Рахмет. Өте жақсы деп жатыр Тамирис. Нұрбол. Тамирис, алпы ауылдың баласымын. Қыздың қасына келгенде көп сөйлей алмайым. Сезім жеткіз алмайым кішкене. Азамат, кешегімді айтшы беш? Мен өзім айта алмайым да, просто жеткіз алмайым. Сүйеді тек байдың қызын байғана мендік сезім саған деген айдама. Мен ауылда тұрғым келеді өзіңмен, ал сенің қалауың қай қала? Айдана? Бұл өлең арнауы ғой сондай. Тамирис деп айтшыш. Қалай? Сіз өзіңіз айта алмайсыз ба не маған соны? Азамат, сен өткен жоқсың, бара бер. Давай. Кет қалсын. Мен өзім айтайын. Жаңа айттым, ауылдың баласымын. Одан да жақсырақ. Сен ауылдағы сүт ұстайтын жалғыз төбе сияқтысың. Сенен кеткім келмейді. Қалай Тамирис, ұнады, иә. Нұрболға қошемет, Нұрбол қалды. Жалғастырайық, Бексұлтан. Тамирис, сен TikTok House сериалына түстің, енді менің хаусыма келін болып түсуге қалай қарайсың? Жақсы. Жақсы ма? Ұнады, Бексұлтан. Барлығы қалып тұр, әзірге. Эльдар. Тамирис, сенің көздерін базар сияқты. Ішіне кірсем жоғалып кетем. Неге маған қарады? Кете бер деп айтуға ұялып тұрған сияқты. Жоқ, ұнамаса айт, ұнамайды. Ұнамады. Ұнамады ма? Қалдырмайды екен бәрі. Жалғастырайық, Нұрсұлтан. Сен кішкене богатыйлау айту керек қой. Сенің көзің Есентай мол сияқты деп. Ұнады деп.
кішкене богатый аласың, бауырым. Сен көздерің ағорда сияқты. Өттім бә? Жоқ. Өтпеді. Өтпеді ма? Өтпеді. Ламады, Елжан. Рахмет, жалғастырақ. Қошемет, соқпа кішкенеке қаттырақ. Есет. Томирис, сен санау білесің бе? Иә. Онда бүгінден бастап екеуміз біргеміз деп санай бер. Жоқ, өткен жоқ. Өткен жоқ па Томирис? Өтпеді. Залдың реакциясынан ақ байқадым өтпегенімді. Жоқ, маған өттің Есетке қасыма түсті. Рахмет Есетке, қошеметпен шығарып салайық Есетті. Бірден азайып кеттік, байқадық Я, ба? мені сонда санай алмайды деп ойлап тұр ғой. Жоқ, санай берші деді ғой керісінше. Сен қателесіп жүріп қойған жоқсың ба қазір? Жоқ, өткен жоқ. Азамат. Томирис, сен кирпич телефон сияқтысың, сені сындыру сондай қиын. Өтті. Кичері. Жалғастырақ, Нұрбол. Томирис, жаңа айттым, ауылдың баласымын. Күнде кешке шығып, үйге қой түгел келмей қалады да, қой іздеймін. Қой іздеуден жалықпаймын. Бірақ бақытымды іздемеймін. Себебі тапқан сияқтымын. Жақсы. Ұнады ма? Тағы бір айналып келіңіз. Базар мазаған десең. Тағы бір айналып келіңіз, қойыңыз табылып қалар десе. Базар деп айтпа ұшып кетесің, Нұрбол. Рахмет. Бексұлтан. Сіз пештен шыққан жоқсыз ба? Маған кәдімгі ыстық көрініп тұрсыз. Мына бір Томирис қызарды. аталардың подкаты ғой да. Ыстық. Пештен деген бі. Ескі ма? Жалғастырайық. Нұрсұлтан. Құрметті Томирис ханым, жалпы Италия мемлекетін білесе, қандай бренд киімдер, әдемі машина, көлік барлығы сонда шығады. Яғни әдеміліктің символы. Бірақ итальяндықтар білмейді ау деймін, одан асқан сұлулық бар екенін. Жоқ, айтсай, Томирис қорықпасай. Ұнады ма, ұнамады ма? Боливия бар көп қой? Иә, тағы жалғастырып жеріңіз. Гана. Гананың Халқы де. Гананың халқы аман болсын. Сіздің... Иә, қалдың ба? Жоқ, қалмадым. Бол, ұнамадың ба? Бол. Гана еліне тілегі. Ар жақта Эльдар шақырып отыр сені. Сізді көргелі көзімнен көзі шықсын. Рахмет Нұрсұлтанға. Азамат. Рахмет. Томирис, біздің үйдегі, яғни менің бөлмемдегі тарақтар бос тұр, бәлкім келіп пайдаланарсың. Сіз түсінбесеңіз, мен ештеңе түсінген жоқ. Мен де түсінген жоқ. Сіз де түсінбедіңіз. Түсіндіріп жіберейін, так. Менің бөлмемдегі тарақтар бос тұр. Келіп, өзіңіздің шашыңызды тарап пайдаланбайсыз ба деп тұрмын да. Рахмет, менде де тарақ бар үйде. Меніңдікі андай тарақ. Тістері түсіп қалған. Ата түсін шығып таған ғой. Жоқ, менде де тарақ бар, кешіріңіз. Баған жансың, рахмет көп саған. Рахмет. Рахмет Азаматқа, қошеметпен шығарып салайық. Сонымен бізде аяқ асты финал. Финалда Нұрбол мен Бексұлтан. Қазір былай қылайық, Томирис, Нұрбол мен Бексұлтан бір-бір тілектен айтады, бір-бір жыл сөзден айтады. Арасынан өзіңе үздігін таңдап аласың. Келістік қой? Окей. Шеше алмай бара жатсаң, тағы да бір мүмкіндік екеуіне де беруге болады. Келістік па? Жалғастырайық. Нұрбол. Томирис, танытпысың ба? Жаңа ауылда маршрутпен келіп едім ғой. Танытпысың ғой, да? Біздің ауылда жарық жоқ. Екеуміз барып, сенің сұлулығыңмен жарықтандырмадық ба? Нұр сыйламайсың ба деп тұрмын ғой. Фонарик деп тұрмын ғой, деп қоймасын.
көрейік сізді. Бексұлтанға бір Мені көргісі келіп жатыр бауырым. Анау міне көретін түгі жоқ міне. Міне қара міне. Дымы жоқ міне. Ол іште бәрі іште, брат. Сонымен бастайық, Бексұлтан. Мен Титаниктағы Джек сияқты батып бара жатырмын. Мұхитқа емес сені көздеріңе. Өтті. Қайсы деп тұрсың? Томирис енді. Көзіне батып батты дегенде 5-ші қызға айтып жатыр мынау. Да? Иә, мен жарық жоқ деген бірінші рет айттым, мынаны қара сен. Еще сен қара, жарықтандырып ауылдың мәселесін көтерейін түсің. Елдің мәселесін көтеру сенің қолыңда, Томирис. Ойла, Титаник ауыл. Тағы да сізге бір шанс бергім кеп тұр. Тағы бір мүмкіндіктен ба? Иә. Тағы бір мүмкіндіктен жіктер. Нұрбол. Томирис, біздің ауылдағы көп бақытты әйелдер сияқты сенің де атың дүкендегі қарыз дәптерде жазылып тұрған қалаймын. Бақытты әйелдер. Ауыл мәселесі, қарызын төлейсің. Бір отбасы тамақтанып отыр солмен. Деп миына нагруз салып жүрсің. Соға, жарайды. Сіз тұрсын, иә? Бексұлтанға мүмкіндік берейік. Бексұлтан. Мына жерге келіп, аянышты оқып тұрсың. Егер сұлулық қару болғанда, сен ядерный бомба болатын ең. Но жеңімпаз енді Айқын ба? айқын сияқты, иә. Кім? Өз аузыңмен айтшы. Ауылдың мәселесі ядерный бомба. Ядерный бомба қаншама адамға зиян келдіреді. Қара сен, елдің мәселесін көтеру әкімдер істемеген зат сен істеймісің, Томирис. Томирис жаны ойлан ал. Жоқ енді. Сонымен интрига, жеңімпаз. Томиристі ауылға емес, өзіңе алайын отсың ғой, бауырым. Сол ба? На, қазақта айтады, адамның баласы олма, елдің баласы ол дейді. Міне, ауылға дейін. Сонымен, Томирис, жеңімпаз. Екеуміз натуре жарысып кеткен жоқ қызы. Бексұлтан. Ұнай майдарының бүгінгі жеңімпазы Бексұлтан Біләл. Сонымен Ұнай майдарының бүгінгі жұлдызды қонағы болған Томирис Ибрахан. Ауылдан келген жаңа. Ұнай майдарының бүгінгі жұлдызды қонағы Томирис Ибрахан. Қошеметтеріңіз, рахмет көп-көп Томирис келгеніңе.